Сонымен Әмір Темір өзбек па, қазақ па? Бұл сұрақтың да нүктесін қойып тастайық. Тұранды билеген ұлы жаулап алушы Ақсақ Темірді кез келген халық өзінің атасы болғанын қалайды. Бірақ шын мәнінде оның ұлты қандай болды? Темір бін Тарағай Барлас руынан болған. Ол ру Шыңғысханмен бірге қазіргі Моңғолия жерінен көшіп келді. Әмір Темір тірі кезінде өзін өзбек деп атайтын халық болған. Ол бүгінгі қазақтардың ата-бабалары. Кейін Керей мен Жәнібек сол өзбек хандығынан бөлініп, қазақ-өзбек атанады. Әмір Темір болса, ол екі халыққа да кірмеген. Сондықтан өзін өзбек деп те, қазақ деп те атамаған. Енді басқа жағынан келіп көрейік. Әмір Темірдің билеген аумағын қарасақ, негізінен бүгінгі Өзбекстан, Иран, Сирия, Ауғанстан және басқа да көрші мемлекеттердің жері. Әмір Темір менің ұлылығымды мен салдырған ғимараттарға қарап білсін деп, жаңа жерді жаулаған сайын бүгінгі Өзбекстанның жеріне қалалар салдырған. Қарап отырсақ, Әмір Темір өзін өзбек деп ешқашан атамаса да, бүгінгі өзбек халқына жақынырақ болып тұр және оны Өзбекстан тарихының ең мықты тұлғаларының бірі деуге болады. Ал қазақ хандығына және жалпы қазақтарға оның қатысы шамалы.